Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, беріп отырған марапатыңызға көптен көп алғысымды, ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл тек жаңа маған ғана емес, бұл ұлттық өнерге, дәстүрлі өнерде беріп отырған сіздің бағаңыз, ақылдасыңыз, ниетіңіз. Сондықтан халқымыздың өскелең жастары осы ұлттық өнерге деген құлшынысы көбейе берсе екен, арта берсе екен деп осы салада көп жыл бойы ұстаздық қызметпен айналысып келемін. Екіншіден, мынау маған кезінде сахнада қошемет көрсеткен халқыма ризашылығымды білдіргім келеді, халықтың арқасында айтқым келеді. Енді сонау Ақан, Біржан, Естай, Үкілібай, Дәнеш ертіндегі Жүсіпбек, Ғарифолла аталарымыздың рухына да тағзым еткім келеді. Сол кісілердің еңбегін айтқым келеді. Сондықтан сізге осы еңбегіңізге аманшылық тілеп, халыққа қызмет етіп, үлкен жауапкершілікті мойныңызға артып отырсыз. Осы жолда сізге денсаулық тілеймін, қажымас қайрат тілеймін. Еліміз қолдай берсін, халқымыз ризашылыққа бөлене берсін сіздің арқаңызда. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, өнеріміз үстем болсын.